Мұғалім шығармашылығы, ұшы-қиыры жоқ ізденіс, өнер, қиял, тапқырлық, үйрену, даму. Сөз басын талантты педагог, филология ғылымдарының докторы Алма Қыраубаеваның ұстаздық жауһар жазбаларынан үзінді келтіре отырып бастауды жөн санап отырмын. Ең жақсы өткен сабақтың қай жерден, қалай аяқталатынын күні бұрын білмейсің. Бұл сабақты шәкірт пен ұстаздың бірлескен ізденісі деуге болады. Сабақтың барлық жағдайын алдын ала жоспарлап қою шәкірттің еркіндігіне жігер салумен бірдей. Әр сабаққа шабыттанып кіріп, қанаттанып шыққан мұғалім бақытты. Әр сабақтың қайталанбас тағдыры бар. Сабақтағы әдісті менікі деме, біздікі де. Балаларға сабақ үйретудің жаңа әдісін тапсаң, әріптестеріңмен бөлісуге асық. Себебі, бәріңнің илеп жүргендерің бір терінің пұшпағы. Сенің бөлігің жұмсақ болғанынан дұрыс дүние құрастырылмайды деген екен. Жер жағанда адамзат баласы пайда болғаннан бері, әрбір пендені ойландырып, толғандырып келе жатырған, қоғам қанша өзгерсе де, қажеттілігін жоймайтын бір мәселе баланы өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның қиыны. Себебі әрбір адам қайталанбас тұлға. Әр адамның жан дүниесі өзінше бір әлем. Өмірдің ағымымен қоғамдағы саяси әлеуметтік қарым-қатынас дамыған сайын, бүкіл дүние жүзінде мемлекетаралық интеграция күшейген сайын, ұстаздың қызметі қиындай береді. Соған қарамастан, кез келген мұғалім өз кәсібінің шебері болуы үшін оқыту әдіс-тәсілдерін түрлендіруге тырысады. Бұл әрине сабақта қолданатын технологиямен байланысты. 20 ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов сабақ беру бұл үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деген екен. Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, жаңадан жаңаны тауып жатпасам да, өзіме таныс заманауи технологияларды сабақтарыма кіріктіре отырып, жас буынға саналы тәрбие мен сапалы білім беру ісіне бар ынтамды салып келе жатырған ұстаздардың бірімін. Жұмыстанып келе жатқан әдістемелік тақырыбым сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру. Сабақтарымда ақпараттық коммуникациялық технологиялар, диалогтік оқыту, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модульдерін қолданып отырамын, және бұлар қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына оңтайлы. Мектептегі тәжірибемде тақырыптарды меңгертуде сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің джигсо, вен диаграммасы, екі жақты күнделік, түртіп алу, соңғы сөзді мен айтамын, еркін жазу, автор орындығы, ақылдың алты қалпағы, тағы да басқа әдістерін үнемі пайдаланып отыру дағдыма айналған. Сондай-ақ өзара пікір алысу, талдау, талқылау туғызу үшін сабақтарымда топтық жұмыста ұйымдастырылады. Мысалы, джигсо топтық тапсырмалар орындауды нәтижелі әдістердің бірі. Оқушылар тақырыпты өздері түсініп оқиды, өзгелерге түсіндіреді. Түсіндіру барысында әр детальдарына мән береді, өзгелерді тыңдай біледі, талқылайды. Екі жақты күнделік толтыру кезінде де автор талдаған тақырыпты өз пікірлерімен салыстыра отырып талдайды. Бұл әдістің тиімділігі оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін одан әрі шыңдайды, сөйлеу қабілеттерін арттырады, жұрт алдында сөйлеу мәдениетін дамытады. Сонымен қатар қазақ тілі әдебиеті сабақтарының қорытынды бөлімдерінде әрдайым шағын 5 минуттық эссе жазуды ұсынып отыру да тиімді тәсілдердің бірі. Жазба тапсырманың бұл түрі әдетте сабақтың соңында оқылған тақырып бойынша өз білімдерін қорытуға көмектесу үшін қолданылады. Мұғалім үшін бұл кері байланыс алу үшін мүмкіндік деп білемін. Тақырыпты қорыту, талдау сабақтарында кейіпкерге немесе авторға хат жазғызу, ой толғау жазғызуда оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруда таптырмас құрал. Осы шығармашылық жұмыстарын өзгелермен бөлісу үшін оқушыларды автор орындығына отырып оқуға шақыруда тиімді тәсілдердің бірі.
Бұл ретте дарынды және талантты оқушылардың жазу шеберліктерін, ой еркіндіктерін аңғаруға мүмкіндік туады. Яғни, бұл әдістің оқушылардың бойына өзін еркін ұстау, топ алдында ұялмау, сонымен қатар көшбасшылық сияқты қабілеттерін шыңдаудыға тиімді екенін байқауға болады. Топтық тапсырмаларды беру кезінде топ арасында қызу пікірталас, түрлі сыни ойлар тудыру мұғалімнің шеберлігі. Ақын жазушылар шығармашылығымен таныстыру сабақтарында, сабақтың басқа кезеңдерінде түртіп алу әдісі арқылы мәтінге белгі қойып, тереңірек білгілері келетін жерлерін ашып алу, баланың өздеріне қажетті, білгісі келетін тұстарын айқындауға көмектеседі. Оқып жатқан шығармаларын өмірмен байланыстыра алуға жол ашады. Ой толғаныс бөлімінде 5 жолды өлең, соңғы сөзді мен айтамын әдістерінде қолдануға болады. Осындай сабақтар барысында оқушылар өздерінің бір-бірінің пікірлеріне сын көзімен қарай отырып, жаңа тың идеялар туғызады. Сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуына, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді деп ойлаймын. Сонымен қатар, белгілі бір мәтін бойынша жұмыс түрлеріне тоқталуға болады. Мысалы, мәтін бойынша сай келмейтін ақпаратты табу, сәйкес ақпаратты табу, сұраққа мәтін бойынша дұрыс жауапты табу, қандай тірек сөздер бар, асты сызылған сөздердің мағынасын ашыңыз, суреттерді сөйлетеміз сияқты тапсырмалар болады. Бұл оқушылардың қызығушылығын оятып, логикалық ойлануына, мәтінді түсінуге жетелейді. Қазіргі заманғы әдіс тәсілдердің ішіндегі ең қолайлысы компьютерлік технология. Онлайн жағдайында білім алып отырмыз. Осы орайда әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданып тапсырмалар бере отырып, балалардың сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу дағдыларының артуына өзімізше ықпал жасап отырмын деп ойлаймын. Оқушыларға репортаж дайындау, сұхбат алу, хат жазу, жарнама мәтінін жазу, тағы да басқа тапсырмалар онлайн режимде берілуде. Балалардың қызығушылығы жоғары, тапсырмаларды керемет орындайды. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай атамыз айтпақшы. Бүгін мен талайды даусымен тамсандырған сыныптасым Аружан Ақылбек қызынан онлайн түрде сұхбат аламын. Әмірші неден қауіптенді және қандай қатерге жіберді? Әмірші неден қауіптенді? Әмірші, жаңа айтып кеткендей, ол үлкен елдің билеп отырған билеуші, және осындай кейде болсын қателіктерді елемей немесе рұқсат етіп, сондай өз шара қолданбаған болса, онда ел ішінде әртүрлі сыбыстар, өсек әңгімелер кетіп қалуы мүмкін. Және осының әсерінен елдің ханға бағынбауы және мемлекеттің ыдырауы да болуы мүмкін. Менің ойымша, әмірші осыдан қауіптенді. Ал Қазақ тілін оқытуда қолданатын, оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін әдістердің бірі интерактивті әдістер. Интерактив сөзі бірлесіп әрекет ету деген мағынаны білдіреді. Мұндай сабақты ұйымдастыру мұғалім мен оқушыдан үлкен белсенділік пен шығармашылықты, жауапкершілікті қажет етеді. Жаңа сабақты қорытуда, бекітуде талқылаудың орны ерекше. Талқылаудың мақсаты оқу бойынша қорытынды жүргізу, оқуды біріктіру, келесі деңгеймен байланыстыру және олардың қалай оқитынын айқындау. Мысалы, сыныптан шығуға билет, жұмбақ сөздер, ыстық орындық, тағы да басқа әдістер оқушыларды тек қана жетістікке жетелейді деп ойлаймын. Сабақта тиімді әдіс тәсілдерді, жұмыс түрлерін қолдану, мұғалімнің біліктілігі мен әдістемелік шеберлігіне байланысты. Әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға болады, бірақ мақсат біреу-ақ.
Ол өз пәнімізді оқыту арқылы әр оқушының рухани әлемін ашу, оның бойынан суретші, құрастырушы қасиетін тауып, шығармашылық әлеуетін арттыру болып табылады. Мен тәлім алған ұстаздардың бірі де бірегейі, бүгінгі жеткен жетістігімнің желкенін көтерген ұстазым Динара Иманбайқызы туралы бір-екі ауыз сөз қозғамақпын. Динара Иманбайқызы біздің мектептегі ұстазымыз ғана емес, өмірлік ұстазымыз. Шешуі жоқтай көрінген шаруаларымыздың кілтін осы Динара апайымыздан табатынбыз. Апайымыздың әр апта сайын, 2 апта сайын өткізген қыздар жиналысы, ұлдар жиналысы бүгінгі біздің тәрбиелі де парасатты ұрпақ болуымызға көп септігін тигізді. Апайымның бойындағы маған ең ұнамды қасиетінің бірі бойында қайсарлық пен нәзіктік қатар ұштасқан. Ата-ана алдындағы жауапкершілік пен оқушы алдындағы жауапкершілікті қатты сезінетін ұстазымның осы қасиеттерінің арқасында барлығымыз білдей Қазақстанның ең атақты университеттерінде білім алып жатырмыз. Мен қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің 3-ші курс студентімін. Анамыздай сырласып, әпкемізде әзіл жарастыра білген ұстазымызға ата-анамыздың айтар алғысы біздікінен 2 есе көп. Ұнамды ұстазың қайсы десе, шәкірттерінің барлығы да Динара Иманбайқызын көрсетері хақ. Осындай шәкірттері көп бола берсін деп тілеймін. Ұстаз жас ұрпақтың сәулеткері дейді. Шынымен де ұстаздың басты міндеті ол салиқалы, саналы, парасатты ұрпақты тәрбиелеу. Менің ойымша ұстаздың бойында болу керек қасиеттер ол мыналар. Біріншіден ұстаздың өзіндік өмірге дейтін көзқарасы болу керек. Екіншіден ол шәкіртке білім беретін болғандықтан ол ұстаз үнемі ізденіс үстінде болу керек. Үшіншіден қазіргі таңда бәрімізге белгілі мектептеріміз оқытудың ұлттық жаңа моделіне көшіп жатқандықтан ол ұстаз жаңашыл ұстаз болу керек. Осы 3 қасиетті бойына сіңіріп жүрген мен білетін ұстаз ол Имашева Динара Иманбайқызы. Мен қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология және әлем тілдері факультетінің 3-ші курс студентімін. Динара апай жаңашыл ұстаз, үнемі ізденіс үстінде жүретін ұстаз. Динара апайдың әр сабағы мен үшін, тек мен үшін емес, ол кісі сабақ берген барлық шәкірт үшін қызықты болды деп ойлаймын. Өйткені ол кісінің сабағы тек қана бір форматта болмайтын, әртүрлі болатын. Бір күні интерактивті тақтадан аудио жазбалар тыңдатады, бір күні әр топқа бөліп, әр топқа әртүрлі тапсырмалар беріп. Менің апайым үнемі ізденіс үстінде жүретін. Ол кісі мектебімізде болып жатқан іс-шаралар болмасын, қашықтық олимпиада болмасын, республикалық олимпиада болмасын, бірінен қалдырмай бізді қатыстырып отыратын. Өздеріңіз білетін қашықтық интеллектуалдық КИО олимпиадасы, Қанипа Быдыбаева атындағы олимпиада, солардың барлығынан біз апайдың білімі мен ақылдылығының арқасында үнемі жеңіспен оралатынбыз. Әр елдің келешегі мектебіне байланысты дейді Мағжан Жұмабаев. Сол секілді сіз де бізге жарқын болашаққа, жаңа өмірге, жақсы өмірге аяқ басуға үлкен септігіңізді тигіздіңіз. Мен сіз білім берген әр шәкірттің жеңіске жететініне, бір биік шыңды бағындыратынына мен өз басым кәміл сенімдімін. Сіз бізге үнемі қолдау көрсеттіңіз, сіз бізден үміт арттыңыз, сол үмітіңізді әлі талай ақтаймыз деп ойлаймын. Сізге үлкен алғысымды білдірем. Шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбек ұштастырылуы шарт. Динара Иманбайқызының бойынан осы аталған қасиеттерін есіп тұрғандығын, оның шәкірттері де, әріптестері де жоққа шығармайды. Ақыл жарастырып алға шабады мына заманда ұстаздың білікті мен білімді болуымен қатар, оның талапшыл болуы да өте маңызды. Шәкірттің жетістікке жетуі ұстаздың еңбегі мен талапшылығының арқасында. Талапшыл ұстаз оқушының өтілген тақырып бойынша меңгеру қабілетін жоғары болуын талап етеді. Динара Иманбайқызының талапшылығының арқасында біз діттеген мақсаттарымызға нық қадаммен жеттік. Тек берілген тақырыпты оқып қана қоймай, оны зерттеуді, саралауды, керек кезде тиімді пайдалануды үйрендік. Яғни ол талапты тек оқушыға ғана емес, өз білігіне де қоя білді. Жеткен жетістіктеріміз бен шыққан шыңдарымыз, аяулы ұстазымыз Имашева Динара Иманбайқызының ерен еңбегінің, біліктілігінің және де талапшылығының арқасы деп білеміз.